Так, 23-3-тің бірінші түсіндіріп жіберейін. Так, біздер бірінші ашып жазып аламыз. 2-нің x дәрежесі плюс 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2 деп. 2-нің x дәрежесі қосу 1-ді. Міне өткен мұнда 1 дәреже бар. Қайттан көбейтіп жіберсек, екеуінің негіздері бірдей дәрежелер қосылып береді. Осылай жазылады. Тең болады 12. Енді ортақ көбейткіш екеуінде де 2-нің x дәрежесі бар. 2-нің x дәрежесін жақсының сыртына шығарып жібереміз. Сонда шығып кетті. 1 қалады. Плюс 2-нің x дәрежесі шығып кетті. 2 қалады. Тең болады 12. Сонда 2-нің x дәрежесі көбейтілген 3 тең болады 12. 2-нің x дәрежесі тең болады 12-ні 3-ке бөлеміз. 4 қалады. Сонда 2-нің x дәрежесі тең болады 4 дегеніміз 2-нің 2 дәрежесі. Негіздері бірдей, дәрежелерін теңестіреміз. Сонда x тең болады 2-ге тең болады. Сонда бұл есептің теңдеуінің түбірі 2-ге тең болады. Енді соны тексеріп көрейік. 2-нің 2 дәрежесі, мына x-тің орнына қойып жатырық. Плюс 2 қосу 1 2-нің 3 дәрежесі. 2-нің 2 дәрежесі 4, 2-нің 3 дәрежесі 8. 8-ге 4 қосамыз 12. Міне орнына қойдық. Нараға тексеру деп қойық. Шықты. Теңдік орындалды. Олай болса жауап 2-ге тең болады.